Дастан Сатпаев Челсидің футболшысы деп ресми түрде хабарланды. Челси ресми түрде хабарлап, және Бернлиге жалға береміз деді. Мынау жаттығу жиындарына қарап, матчтарға қарап, Дастан Сатпаев Челсиде қалуы мүмкін бе негізі? Сөзің шыны керек, Әлеке, енді қиындау болды. Себебі оның ең бірінші қиыны жаттығу турнеге алып кетуден бөлек 117 миллионға Морган Роджерс деген Англия ұлттық құрамасының ойыншысы көкем келді. Дәл сол қапталда ойнайды. Көбісі айтады енді, Мудрик деп жатыр, Дани Уолбек, олардың барлығы бөлек. Мудрик тіпті жалға кетіп қалуы мүмкін. Дастанның енді алып кеткен ол Хаби Алонсоның оған деген білдірген сенімі. Оны сол жаттығуда көріп алды, және де осы Бернлиге өткеннен кейін де ол өз назарында ұстап жүреді. Себебі бұл ойыншының болашағынан ол үлкен бір үміт күтеді. Сол үшін енді қазір Челсиде қалмады екен деп, бір мұңайып, көңілді түсіретін ештеңе жоқ. Бернли ол шамамен сол чемпионшиптегі Челси демесек те бір одан ары мықтырақ құрам ғой негізі. Чемпионшип Манчестер Сити ма? Иә. Сондықтан Дастан Сатпаев үшін біз қуаныштымыз. Оған қоса Бернлиде негізгі құрамда көбірек шығып жүргені біз үшін әлдеқайда жақсырақ. Дастанға сәттілік тілейміз. Дастан Сатпаев Бернлиде деген соққы және гол арнасында шығарылымымыз бар. Оны міндетті түрде көрдіңіздер. YouTube-те осы жайлы біз көбірек әңгіме айттық, арналарымызға тіркеліңіздер.